Ассаламу алейкум. Необычная история шайх. Короче, қалайсыздар, қалай қайырлы күн баршаңызға. В общем, таң атпастан служу қайын жұрты болып жатыр. Бүгін күшті болып жүр қандай. Аяқ өзінің үйіндемін. Қараңдар. В общем, бұл кісілер бүгін қонақ күтіп жатыр. Мынау домашний түрін көрсетпей жатыр. Көрдіңдер ме? Домашний түрі страшно бұл негізі. Стил таза Қызылорда. Күндеріңіз сәтті өтсін, аман болыңыздар. Күшті вайпта жүрмін кәдімгідей. Мияқта ата, мияқта міне қайын атам отыр. В общем, балаларың салам алейкум. Ау десең. Қайырлы таң баршаларыңызға, қалайсыздар? Туған бауырымның үйіне келдім. Кішкентай дайындық үстіндеміз. Сағат қазір 11-де басталады. Әр қызы. Құтты болсын Жаслан. Видеоға түсіріп жатыр. Той-тойға. В общем, бүгін лайф сторисқа көп шығам деп шештім. Артында неғып қалас тұр десеңіздер, өте керемет болып тұр. Бір дүние айтқым келіп отыр сіздерге, бір ішімдегімді бөліскім келіп отыр. Историямды көресіздер. Бір подписаться түт. Ой, біздің 3-ші этажда бүгін той. Бүгін новоселье бізде 3-ші этажда. Не деген оформление мынау. Құдай-ай. Алина көршіміздің көмектесіп жүр. Қалайсың? Мынандай оформление шығар. Жақсы, тура біздің үйдегі не ғой. Жақсымен. Апамдар мен әңгіме күндізінде көреміз бір болайық. Осы көршіміздің апасы бізде дайындық. Иә, біздер любители. Дайындық болды.